Барлықтарыңызға қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге мен сәттілік тілеймін. Бұл видеоны мен таңертең түсірген болатынмын, сондықтан керемет таңғы видеомен салып тұрмын. Егер ерте тұрып осы видеоны қарап отырсаңыз, онда тез панкектерді пісіріп кетіңіздер. Себебі таңғы ас шай ішіп отырған кезде панкекпен ішсеңіз өте көңіл күйіңіз көтеріліп, жалпы таңғы ас ішсеңіз көңіл күйіңіз көтеріліп кетеді. Ендеше бастайық. Бізге жұмыртқа, қант, ұн, сары май, қопсытқыш және сүт керек. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Сары майымызды ертіп саламыз. Бірінші жұмыртқамызды жарып, қантымызды екеуін араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз және сары майымызды да саламыз. Кейін ұн мен қопсытқышты араластырып, електен өткізіп, кезек алмастырып құйып отырамыз. Содан кейін венчикпен араластырып отырамыз. Сүт, сары май, ұн, қопсытқыш араластырып отырамыз кезек. Бізде тестіміз дайын болды. Енді табамызды қыздырамыз. Үстіне кішкене сары май саламыз, көп салмаймыз. Майымыз көп болғанда өте дұрыс емес, менде кішкене көп болып кетті. Тестіні құятын ыдысымыз, яғни ожауымыз да шұңғылдау болу керек. Осылай құя отыра дөңгелекшелерді шығарамыз және тесіктер пайда болған кезде аударамыз. Достар, егер сіздерге көп панкектер керек болса, онда осы рецепті 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Мен шағын ғана жасадым. Бұл тесттен менде 15 штуктай шықты. Әрине осындай кішкентай диаметрде, өте үлкен диаметрде болса да сәнсіз болып кетеді. Егер панкектеріңіздің алғашқысы дұрыс шықпай жатырса, көңіліңіз түспесін. Кейбір реакциялар солай жүреді. Біріншісі дұрыс шықпайды, кейін жақсы шығып кетеді. Ол неден болуы мүмкін? Табаныңыздың дұрыс қызбауынан. Табаны алдын ала қыздырып қойғаныңыз жақсы. Міне достар, біздің панкектеріміз дайын болды. Мен осы панкекпен таңғы асымды ішкен болатынмын. Өте керемет көңіл күйде іштім. Және бұл панкектерді сәндеп қойсаңыз, одан да керемет болатын еді. Балдар да сүйсініп жеді бұл панкектерді. Үстіне мен сәндік ретінде негізі сироп қойсаңыздар да болады. Мен медті құя салдым искусственный. Үйге аяқ асты кісілерге қалып жатса, осы тәттіні дайындап берсеңіз болады. Өте тез, шапшаң пісіріледі. Достар, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Және достар, мен кейбір қыздарда веси болмағандықтан арнайы веси жоқ қыздарға, яғни қасықпен қанша қасық қосу керек, қанша стакан қосу керек, соның барлығын жазып қойған болатынмын. Пайдалы болып жатса, комментарийға реакцияларыңызды білдіріп қойыңыздар. Сау болыңыздар достар, келесі видеода кездескенше мен видеоны салуды тоқтатпаймын. Сау болыңыздар. Thank you.